Assalamu alaikum. YouTube арнасының көрермендері, әдеттегідей бұл мен Қазақ мастер. Сіздерге қолдан жасаған, яғни газовый горн, яғни газбен жұмыс істейтін темір қыздырғыш пеш. Бүгін соны сіздермен таныстыратын боламын. Осы уақытқа дейін темірмен жұмыс істеп келдім, қыздырып келдім. Бұның алдында көмірмен жанатын пеш болған. Ол жылжымалы болды әрине. Одан кейін одан да жеңіл түрін жасағым келді. Сонымен ізденіп жүріп андай мини горн жасадым, газовый горн. Енді құрылысымен таныстырсам, ең негізгісі мынау пеш. Яғни сырты кәдімгі темір шелек. Нақты не шелек екенін білмеймін, бірақ темір шелек. Іші мынандай қуыс болады. Бұндай қалыпқа шығару үшін арнайы 5 литрлік баклажканы ішіне салып, жан-жағына раствор салдым, батпақ. Яғни бұл раствор отқа төзімді болу керек. Мен енді көп іздендім. Кейбір гипс қояды, басқа түрін салады. Мен енді жан-жақтан сұрастыра келе отқа шамалы төзімділеу андай кафель глин пайдаландым. Яғни универсальный. Осы кафель глин суға араластырып, қоюлап, жаңа 5 литр баклажканың айналасына құйып шықтым. Арасына темір салып ұстаттым. Одан кейін жанында ішінде тесігі бар. Бұл пеш жылжымалы, қалаған жеріңізге бара алады. Одан кейін астына подставкасын жасадым. Тұратын несін. Яғни бұл пеш көлденең қойылады. Қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей подставкасына осылай қойылды. Үстіне жаңа газыңды қоясын. Енді оның үстіне қандай горелка қою керек жағын ойластыра келе. Көп жағдайда әркім қолдан жасайды. Біреуі астына вентилятор береді, үрлеп тұратын газ қатты отты қыздыру, темірді қыздыру үшін, напор беру үшін. Мен енді кәдімгі қарапайым бензин горелкасын қолдандым. Мінекей мынандай горелка. Бұл менде іске аспай қалды. Мына жеріне кайшықтап жұмыс жасайтын жері істемегесін. Мен мұны басқаша пайдаландым. Яғни кесіп алып, басындағы мұнысын кесіп алдым. Сөйтіп арнайы өзінің шлангысын жалғап, мындай қарапайым баллонға жалғап, бұны үстіне осылай тұратын жасадым. Мінекей. Өте қарапайым түрі. Жаңағыдай басына горелканы қолдан жасап, көп жұмыстан қажет жоқ. Қарапайым ғана түрі. Осылай өзім қолдан жасадым. Қазір осыны іске қосып жағатын боламыз. Так, жұмыс бастаймыз. Шына жерден ашып аламыз. Газ кетті. Енді екінші жағын ашамыз.
өте жақсы. Міне жауып тастаймыз. Ішіндегі мынау іші қызып тұрады, көпке дейін қызу кете қоймайды. Яғни бұның алдын огнепорный қышпен жауып қойсаңыз да болады. Іші ыстығы өзі сақталып тұрады. Теміріңізді қыздырып тұрады. Қарапайым темір қыздырғыш пештің қарапайым түрі. Осылай қолдан жасасаңыздар болады. Мүмкіндігінше қауіпсіздік ережелерін сақтап, дұрыстау жерге қойғаныңыз үшін. Мен енді кішкентай өзім шеберханам кішкене тарлау, сол үшін пока уақытша осы жерге қойып тұрмын. Қолдан келгенше жасап алуыңызға болады. Осы арнама тіркеліңіздер, қоңырау басып қойыңыздар, дауыс беріңіздер, лайк басып қойыңыздар. Сонымен бірге мен Қазақ мастер Ерсін.